Сәлеметсіңдер ме балалар? Сынып сағаты тақырыбы жол ережесін білеміз бе? Бүгін сен сабақта көшеде жүру ережелерін меңгеретін боласың, және оны іс жүзінде пайдалана білесің. Қызыл түсі жанғанда тоқта, сары түсі жанғанда кідіріс жаса, жасыл түсі жанғанда жүре бер. Бұл не балалар? Иә, бұл бағдаршам. Осы бағдаршам жолдың, яғни қозғалысын реттеп тұрады екен, иә? Міне сабағымыз осы жолда жүру ережесін білеміз бе екен. Ал жол ережесін білеміз ба? Суретке қарап, кәнеке айтайықшы. Жолдан әрқашан да жасыл түсі жанғанда өту керек, иә? Жаяу жүргінші жолымен ғана жүру керек. Тротуарға өте жақын жүрмеу керек, шетмен жүргенде. Егер сен көлікте кетіп бара жатсаң, көліктен басыңды шығарма. Ал жолдан өткенде басқа затқа алаңдама, яғни қолыңда телефоның, қалталы телефоның болса, яғни оларды қарап, кітапқа қарап өтуге болмайды екен. Тек қана жолға, көлікке қарау керек екен. Жолға жақын жерде велосипед тебуге болмайды. Велосипедті тек қана велосипед жүретін жолмен ғана тебу керек екен. Және жолда ойын ойнауға болмайды. Ол сенің өмірің үшін өте қауіпті. Ал енді балалар, сендер жолдан өтіп бара жатқанда, я көлікпен болсын, жаяу болсын, міне осындай бірнеше белгілерді көресіңдер. Яғни қызыл түсті, яғни үш бұрыш, көк түсті төрт бұрыш, көк түсті дөңгелек, көк түсті қызыл дөңгелек пішіндес, яғни қызыл түсті, міне осындай түрлі белгілерді көресіңдер. Міне оны біз ажырата білуіміз керек. Ол қандай белгілер екен? Келесі суретке қарайық. Яғни егер ол үш бұрыш қызыл түсті болса, ол ескерту белгілері екен. Яғни мысалы суретке қарасақ, мына жерде шлагбаумы бар, темір жол өтпесі, шлагбаумы жоқ, темір жол өтпесі, трамвай жолының өтпесі, және велосипед жолының қиылысы, иә? Сосын қиыршық тас, мына жерде қиыршық тас бар деген сөз, яғни сен ол жерде жай жүруің керек, терезелерді сындырып алуың мүмкін. Екі жақты қозғалыс бар, мына жерде жаяу жүргінші өтпесі бар, яғни бұның бәрі көліктерге ескерту жасап тұр, иә? Мына жерде балалар, яғни мектеп болуы мүмкін, ол жерде жанында балабақша болуы мүмкін, сондықтан да абайлаңыз балалар деген. Тайғақ жол алдымызда кездеседі, не болмаса жолды жөндеу жұмыстары жүріп жатыр деген сияқты, тас түсуі мүмкін, және де басқа да қауіпті жағдайлар болуы мүмкін деген, міне осындай белгілерді, яғни қауіпті жерлері бар дегенді білдіреді екен осындай. Сондықтан да ескерту белгісіне қарап өтуіміз керек екен. Ал енді дөңгелек пішіндес көк түсті болса ше, ол яғни бағыт бағдар беріп тұрады екен, бағытты нұсқап тұрады екен. Мысалы түзу қозғалыс, оңға бұрыл, солға бұрыл, немесе мына жерде айналма жол бар, мына велосипедтің жолы, мына жаяу жүргіншінің жолы, мына жерден тек қана 50-ден асырмай жүруіміз керек, ауыл аймақ бар деген сияқты бағытты көрсетіп, рұқсат беріп тұрған, яғни белгілер екен. Ал енді қызмет көрсету белгілері де бар екен. Олар яғни төрт бұрышты, яғни шаршының ішіне белгілер көрсетіп қойған. Мысалы, алғашқы медициналық көмек, аурухана, автомай құю станциясы, автомобильдегі техникалық қызмет көрсету, автомобильдерді жуу, телефон бар мына жерде, яғни байланысқа шығатын болсаң, тамақтану пункті бар, ауыз су, қонақ үй, және де демалыс орындары, жол полициясы бекеті, көліктік бақылау бекеті бар деген, яғни қызмет көрсету белгілері бар екен. Міне өстіп біз, яғни бұл белгілерді ажырата білуіміз керек. Бұларға балалар өте мұқият қараңдар. Қазір осы бойынша сендерде түрлі, яғни сәйкестендіру жұмыстары
Ал енді яғни жаңағы ескерту, бағыт көрсету және қызмет белгілеріне мұқият қараған болсақ, енді кәдімгі айтайықшы, кім жылдам ойынын ойнаймыз балалар. Бірінші, яғни мына белгі үшбұрышты қызыл түсті белгі. Бұл қандай ескерту белгісі болуы мүмкін? Иә, бұл абайлаңыз балалар. Иә, бұны көліктерге ескертіп жатыр. Мына жерден балалар жүретін жол деп. Екіншісінде, яғни болмайды деген сөз. Бұл жаяу жүргіншілерге өтуге болмайды екен мына жер. Яғни жаяу жүргінші жолымен ғана өту керек деген сөз. Үшіншіде қалай ойлайсыңдар? Аялдауға болмайды. Бұл да көліктерге айтылып тұр, иә? Яғни кез келген бір ғимараттың алдарына қойып қояды бұндайды. Өйткені ол жерде аялдауға болмайды. Өзінің аялдайтын жерлері болады екен. А мынау ше, келесі, ол айналма жол бар алдымызда деген сөз, иә? Ол да көліктерге арналған. Келесі, жол жөндеу жұмысы дейді. Мына жерде жол жөндеу жұмысы жүріп жатыр. Айналып өтіңдер, басқа жақпен өтіңдер деп белгі беріп тұрады, иә? Келесі, бұны бәріміз білеміз, бұл жаяу жүргінші жолы екен. Ал келесі қалай ойлайсыңдар? Иә, бұл қоқыс тастама. Яғни орнына арнайы жәшіктерге апарып тастауымыз керек қоқысты, иә? Қазір ол қоқысты да бекерге тастасақ, балалар айыппұл төленеді. Және де мынау велосипедпен жүруге болмайды екен. Велосипедтің өзінің арнайы жолдар болады, сонымен жүру керек екен. Жақсы. Ал енді сәйкестендіру жұмысын жүргізейік. Бірінші суретте қайсы шартты белгі сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Иә, бұл велосипедпен жүретін жол. Иә, міне сондай шартты белгіні қоюымыз керек. Екіншіге қай шартты белгі сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Иә, бұл алтыншы. Яғни бұл адамдар жүретін жол деген сөз екен. Үшінші суретке ше, бұны бәріміз білеміз. Бұл жаяу жүргіншілер жолы екен, иә? Тамаша. Төртінші жолда қалай ойлайсыңдар? Автобус тоқтап тұр, олай болса, ол не екен балалар? Автобус тұрағы, иә? Емес автобус аялдамасы. Мұны осындай жерлерде осындай шартты белгіленіп тұрады екен. Келесіде, яғни ол абайлаңыз балалар деген шартты белгі, иә? Яғни балалардың жүретін жолы бар деген сөз екен. Ал келесі, иә, бұл жер астында өтетін жол бар. Жер асты өтпесі деген белгі екен. Тамаша балалар. Ал енді балалар, мына жерде балалар қандай қателіктер жіберіп тұр? Сақта жолдың тәртібін. Иә, бірінші бала ол кез келген жерден өтейін деп тұр мына балалар, иә? Олардың қателіктері. Кез келген жерден өтуге болмайды, тек қана жаяу жүргінші жолымен өту керек екен. Екінші суретте нені көріп тұрсыңдар? Екінші суретте мына балалар аялдамадан, яғни жолға шығып кетті. Ол өте қауіпті, иә? Яғни аялдамадан жолға түсуге болмайды. Және мына көліктердің қатарында велосипедпен кетіп барады. Ол да дұрыс емес екен. Велосипедпен жүретін жолмен ғана өту керек екен. Келесіде қандай қателік көріп тұрсыңдар? Иә, көліктің ішінде жүрсең, сен басыңды шығармауың керек, қолыңды да шығармау керек екен. Ол да өте қауіпті. Ал келесі суретте не көріп тұрмыз? Иә, балалар жолда ойнап жатыр балалар. Міне жолдың шетіне ойнауға болмайды. Алыс ойнау керек. Өзінің ойын алаңдарында ойнау керек. Ол сенің өміріңе өте қауіпті болуы мүмкін. Ал келесі суретте не көріп тұрмыз? Міне бала құлағына құлаққап тағып алған, иә? Қолында, яғни ойын ойнайтын аппараты бар екен. Бұл да, яғни жаяу жүргінші жолымен өтіп бара жатқанмен, бірақ ол да дұрыс жасап баратқан жоқ. Жолға қарау керек, иә? Мүмкін кейбір машина байқамай қалуы мүмкін. Сол үшін тек қана жолға, жаяу жүргінші жолымен өтсең де сен қарап өтуің керек екен жан-жағыңа. Ал алтыншы суретте қандай қателік жіберіп тұрсыңдар? Иә, бұл жердегі велосипедші жаяу жүргінші жолымен өткенде ол да жаяу жүргінші болып саналады екен. Яғни велосипедінен түсіп, сөйтіп жаяу өту керек екен. Велосипедпен өтуге болмайды екен балалар. Бұл жерде де сен жаяу
велосипедші де жаяу жүргіншіге жатады екен. Жақсы. Ал енді балалар, үлкен кіші қала бар, ой жүгіртіп қарап ал. Көше заңы тым қатал, сақ болыңдар балалар. Ал жолдың ережесін сақтайық, аман есен болайық балалар. Сау болыңдар, сабақ аяқталды.